Мақтар қаздың күндік нормасы 200 грамм жем жалпы. Одан басқа шөп нелері бар ғой, енді бірақ қазір қыстың мезгілі бізге арықтату керек қой. Сондықтан бір қаздың поголовьясы жейтін күндік норма 1 килограмм 600, яғни 8 қазыңызға 200 граммнан. Сол 1 килограмм 600-ді сіз 2-ге бөліп беруіңіз керек қой, сол қаздарға. Жаңа таңертең біріне берсеңіз, сосын кешке біріне берсеңіз, жаңа майонезмен сіз майонез қана 500 граммдық қой, да? Соны весеге салғанда 1 килограмм 200 бола ма не? Мен олай ойлаған жоқпын. Әлде майонезген неше литрлігі сенікі? Мен өзім 500 миллиграмм бар ғой, 0,5. Жаңа сонымен салам негізі есептеп. Соны екеуін мен майонездің жаңағы 2 ыдысын 3 қазға салам. Ол енді еще өскен бізде. Оның дейтін ішіне полный жаңа просто бидайды алып салынғандай салынбайды. Өскен бидай деген ол уже жеңілдеу болады, кішкене басқаша болады. Соны жаңа 3 қазға сондайдың 2-ін берем 500-діктен. Сол норма оларға жеткілікті. Соның өзінде арықтаған ештеңесі жоқ қатты. Сол енді сен енді жалпы нетіп беретін болсаң, жаңағыдай бір қаздың басына 200 грамм деп санағанда 1 килограмм 600 дейтін болса, соны 2 мезгілге бөліп бересің, или 1 мезгіл тек қана бересің болды. Сол негізі. Сұлың болса, сұлыны қанша салсаң сала бер, сұлыға семірмейді олар. Соны күндіз былай бергің келсе, сұлы салып салуға кішкене олар жейді, тауысады деген сияқты, или тауыспаса да мейлі. Сондай етіп салып қойсаң жарайды негізі. Сол бидайды 200 граммнан артық кететін болса, мөлшер уже онда олар семіруге жинай бастайды. 300 грамм солай жейтін болса, 350 грамм болса, жеп қояды онда. Ол бірақ уже онда семіре бастайды. Ерлан, бидай да арпа да екеуі де арытатын емес қазды, екеуі де семіртетін жем. Арпа семіртеді ол. Бірақ бидай де емес. Бидай жақсы семіртеді мүлдем. Арпа да бірақ семіртеді. Бірақ бидайдан несі аз. Енді жүгері мүлдем семіртіп жібереді. Қазды арытатын нәрсе негізі не ғой? Овес. Қазақша қалай еді? Сұлы. Сұлы арытады. Негізі сұлы беру керек. Қазіргі уақытта олар сұлы жеу керек қой. Сол қыс бойы өткенде бір ай қалғанда простой қаздарға негізі сұлы қою керек полный. Сол кезде сұлы олардың почкасын тазалайды, печень тазалайды, яйцеводтарын тазалайды жаңа майдан. Сондай пайдалары бар да. Ана шектің ортасындағы майдан тазартады. Сұлы арықтатады. Енді соған кішкене жұмыртқа туы басталады ғой. Содан бастап бидай қоса бастайды. Процент кішкене. Нені мүлдем алып тастайды негізі арпаны. Арпа потому что ол нені қатайтып жібереді дейді. Скорлупаны қатайтып жібереді дейді. Енді бірақ өз басымызда биыл енді білмеймін, былтыр негізі мен қоспадым. Сол биыл бірақ қостым 5%. Бидай сол 15 сондай процент шығар деп ойлаймын. Қалғанның бәрі сұлы. Соның өзінде қатты арықтаған жоқ менікі. Ойлай, былтыр негізі мықты арықтап еді менікі өзімдікі. Өзім аяйтындай болып, артынан не беріп, бидай қосып сұлысына. Сосын более-менее болып еді. Биыл енді ондай арыған жоқ кәдімгі. Төстері көрініп жүрді ғой бәрібір. Бұттарының асты кеткен жоқ. Былтыр бұттарының асты тартылып кетті. Биыл сол овеста тұр, бірақ жаңағыдай 20%-тей сол бидаймен не ғой жаңағы арпа. Сонда жалпы жіберген жоқ, ішінде бір елдей май бар ғой үшін олардың. Сол, значит, полный арықтаған жоқ деген сөз ғой. Солай. Сондықтан енді бір қатты олар арықтататын жем емес. Өзіңіздікі болса сала беріңіз, проблема жоқ. Егер де инкубаторыңыз позволять етіп тұрса, соның бәрін салуға сала беріңіз. Өзіңіздікі ғой, ештеңе етпейді, ол біреудікі емес. Енді сатып алуға келгенде біреуден ондай жұмыртқаны сатып алмаған жақсы.
Мыналарды алдында группада айтып кеттік қой, өзіміз жаңа жоғарыдағы сөзде де айтып кеттік. Оның қасында 2 ай сақтап барып шығарғанда жігіттер кездесіп жатыр. Сондықтан сала беріңіз бір айды. Енді лақтырмайсыз ғой оны. Солай салып жібере беріңіз. Пайдасын көріңіз, шығып кетсін. Рахат енді тіпті білмедім негізі. Өзімізде ондай ситуация болып көрген жоқ қой қаздарда. Енді жаңа мұрны ғана бүйтеді бүйтеді деген. Тіпті білмедім ал. Истощение болса қаздарда сондай болып зорғы бөліп қалатындарды көрдім. Истощение. Жаңа мына жұмыртқа туып атады ғой. Негізі жұмыртқаның сезонында бұлар өздері диета сақтайды. И сіз келесіз де еще қосымша диета бересіз ғой, оған арықтатасыз. Ол оплод жақсы болу үшін. Сосын жұмыртқаны қалай көресіз? Бірінші жұмыртқаларды көресіз ғой, например, 3-4-ші деген сияқты. Содан бастап жемді өзгерту керек қайтадан. Қайтадан кішкене құнары көптеу жем беруіңіз керек, бидайды көбейтуіңіз керек. Сол мезгілде арықтаған қаздар қайтадан семіріп бастайды, жайлап салмақ ала бастайды. Оңалады. Семіріп кетпейді мүлдем, бірақ оңалады жақсы болып. Ұрғашылар да, еркектер де. Бірақ ол оплодқа мешайт етпейді, потому что ол арықтап енді семіріп жатыр. Вот солай болып барып, ол негізі жұмыртқаның үстіне жату керек. Жұмыртқаға жатарда арық күйінде диетамен әбден алып барып жұмыртқаға жатқызуға болмайды. Қазды зорықтырып, арықтатып барып. Ол тағы жұмыртқаға жатқаннан кейін шықпайды ғой далаға. Анда-санда бір жейді, сол өзін өзі истощать етіп тастайды ғой қаз. И содан кейін жұмыртқаға жатады, көтере алмай қалады, өліп қалады. Сондай бір көршімнің қазын көрді мен былтыр. Оған енді мен ескерткен, мынауыңыз дұрыс емес, жем беріңіз деп, дұрыстап семіртіңіз деп. Енді қаздар мүлдем арық болды да. Соны енді айттым ғой, мынау дұрыс емес, ертең қаз жұмыртқаға жатады, сол кезде сіз арықтатып жібердіңіз, болмайды. Ертең көтере алмай қалады жұмыртқаны деп. Айтқандай болды, ол жасаған жоқ, ақыры жоқ деп жаңағыдай. Диетада болу керек бұлар деп. Концовка қазы дейтін бірнеше күн жатқан жұмыртқада. Бір күні таңертең барсам, жұмыртқасының үстінде жатып өліп жатыр екен дейді. Тұмсығынан сонда қан кеткен екен дейді. Енді менің естігенім сол жалпы. Ал енді басқалай жағдайда енді қанап жүрген ондай көрген жоқпын ал. Бәлкім сондайдан болмаса деген сияқты ғой, енді білмедім ал. Өзімізде ондай жағдай болып көрген жоқ. Ештеңе айта алмаймын. Дулат, ассалаумағалейкум. Сен саз бар ғой, соның өздеріне бөлек кәдімгі күрекпен саз салып қойыңдар. Вот сол саздарды жейді өздері. Саманды шұқылап, олардың да негізі ауыздарының ектерінің асты жыртылып кетеді негізі. Күштеп қатты тартатын болса. Содан провал языка дейтін содан кетеді негізі. Сондай болмас үшін, қатты күш салмас үшін негізі жалпы нетіп қойыңыздар сазды. Просто құрғақ саз болады ғой, сондай салып қойыңыздар. Саман қылып баспаған қатты жер болса, олар негізі сондайды шұқылап, тартқылаған жақсы көреді негізі. Сондайдан олардың астындағы көгеттер жыртылып кете ме, содан провал языка болады. Орыстар сөйтіп айтады, тілі егінің астына кіріп кетеді, сосын тамақ жей алмайды. Соңында содан очень аштан өледі ғой. Аштан өлген ана жерінің бәрі шіріп кетеді, астына тамақ, тілі астына кіріп кетеді, тілі шықпайды. Оны неде емдей алмайды, ешқандай дәрі, анау ештеңемен емдемейсің. Оның өзінің емдеу жолдары бар жалпы. Жалпы қиын нәрсе қаздарға ол. Енді біреулер айтады, лас жемнен болады деп, жем дұрыс бермегеннен деп. Жалпы сондай жолдары бар деп. Сондай жалпы негізі болмас үшін былай страховаться етіп, жұмсақ сазды қойып қойсаңдар болды, жүретін жеріне өздерінің. Ассалаумағалейкум, Ғабит аға, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Мен де осы жаңа кіріп мына жерді тыңдап отырмын. Аяғына жеткен жоқпын әлі, ұзақ екен. Жалпы қаздар сазды жақсы көреді, саз беріңіздер, саз керек оларға, глина. Сол саз, сосын ПГС, сондайларды қою керек. Жалпы асқазандар жақсы жұмыс жасау үшін солардың барлығы керек. Біреулер айтады ғой, су жерге төгілгенде сол судың астына тұмсығын тыққыштап естері танып жер жеп атады ғой, сол неге деп. Одан да таза су түшпей ме деп. Оларға сол керек болғасын өздері ғой жеп атырған. Оларға сол топырақтар барлығы асқазан жұмыс жасатуға керек, жемді үйкеуге.
Ол топырақтар болмаса асқазан дұрыс жұмыс жасамайды. Сол себептен керек оларға. Сазды тем более жақсы көреді олар. Бака, пропойка бердің бе? Айысты есейлен дейтіндер бердің бе? Бермесең бер. О да көмектеседі, жақсы көмектеседі. Жұмыртқасының несі количествосы көбеюіне көмектеседі. Еселен жұмыртқаның качествосын көтеру көмектеседі. Сондай амалдарыңды жасап алыңдар. Әбден туып ертең болып атырған кезде не істеймін дейтіндер бар. Ол уже көмектесе алмайсың ол кезде не берсең де. Көмектесесің тек қана қазіргі күндері беріп, тумай тұрғанның алдын жасау керек. Негізі ертерек жасап кету керек еді. Бірақ әлі де кеш емес, жасаңдар өздерің. Жаңа пропойкалар айттық қой, ана YouTube каналдың ішінде бәрі бар. Сол қалай беретін, қалай қоятын түгел бар. Баса береді Ильшат. Инкубатордан шыққан емес ол өзінің несіне қарайды. Жалпы генетикасына қарайды. Именно қай қаз инкубатордан шықсын, баспайтын қаздың астынан шықсын, ол бәрі баспайды. Тұқымында басу дейтін жоқ болатын болса, оның шамалы болса, олар онда қаздың астынан шығарсаң да баспайды. Тұқымында басатын порода болса, онда ол қанша инкубатордан шығарсаң да баса береді, проблема жоқ.